Баршаңызға сәлем достар. Менің күнделікті тіршілік атты каналыма қош келіпсіздер. Менің бүгінгі тіршілігім. Алдыңғы видеода мен Халфайберде мынандай жастықтар тіккен болатынмын. Енді осы жастықтарға қазір наволочка тігеміз. Бұл жастықтар 3 размерде болды. Ең кішісі 45-те 55, 45-те 65, 50-де 70, сосын 55-те 75 3 размерде болды. Соларды қазір өлшеп, бірге наволочка тігетін боламыз. Бірге болыңыздар. Мінекей достар, ең кішкентай жастықтан бастап өлшеймін. Былай қарай 63, былай қарай 43 болып тұр. Сонда менде 63 болғанда 60, 120, 126, ары қарай қайырылатыны бар. Қалай? Қанша өз? Бұлай қарай өзі итак 150 екен, осы ұзындығымен ала беремін. Бұлай қарай 43 болды менде. 43 болғанда тігісіменен жуылатыныменен 45 ала беремін. Жуылғанда мата, шыт мата міндетті түрде отырады. Соны кішкене артық ала береміз. Тігісіміз бар. Бұлай қарай ұзындығы өзі 1,5, 1,де 55 екен, сол ұзындығымен ала беремін. Мінекей достар, міне басын мындай ақ қайырамыз. Бұлай ақ тігеміз. Сонда міне мынандай наволочка шығады. Енді қазір бәрін осылай өлшеп, осылай кесіп аламын. Қазір біз бұның екі басын тігіп аламыз. Мына басымен, мына басын екі орап тігіп қайтарып аламын қазір. Енді былайынан өлшеп аламыз достар. Мынау жаңа жастығымыздың ені біздің 64 сантиметр шықты. Міне 64 сантиметр өлшеп алдым. Сонда біз мынау басын қайырамыз, сол қайырғанымыз сонда бізде тігісіменен 18 сантиметр шығып тұр. Енді осылай қазір мына басыменен мына басын тігіп аламыз қазір. Мінекей достар, мұны оң жағынан бір қатар дұрыс көрінбей тұр. Оң жағынан былай тігіп алдым.
Енді бұны қазір былай теріс қаратамын да. Теріс қаратып, енді былайынан жақсылап жатқызып, осылай тағы бір тігіп шығамын. Сонда мына оң жағы қазір мынандай болып шығады. Қазір тік болғаннан кейін көрсетемін, қазір түсініксіз болуы мүмкін. Қазір мына теріс жағынан тағы бір тігіп өтемін қазір. Мінекей достар, міне теріс жағынан да тігіп болдым. Мінекей менде оверлок жоқ. Мына іш жағын осылай зигзагпен тіккенше осылай тіккен кішкене мықтылырақ болады да. Мінекей мына жағы мынандай болып түсті. Ал іш жағы сонда оверлок болмайды, зигзаг болмайды, сонда іші мынандай болып тігіледі. Көрдіңіздер ме? Сонда мықты болып шығады. Өзіме осылай ұнайды тіккен. Міне бір наволочкам дайын. Енді қазір қалған наволочкаларымды да бәрін осылай тігіп шығамын қазір. Достар, міне бір айта кететін жайт, мына бірінші тігісімізді тігіп аламыз ғой. Сол кезде барынша былай жіңішке қылып тігуге тырысу, жіңішкерек қылып тігуіміз керек та. Енді мен біреуді үйретіп жатқан жоқпын, просто өзімнің қателігімді айтып жатырмын да. Кішкене жіңішкерек қылып тіксек, кейін былай қайтарып қайтадан тігеміз ғой. Қайтадан тігеміз былайынан, былайынан. Сол кезде, чтобы мынандай болып шығып қалмас үшін, мына біреуді кішкене жалпақтау қылып тігіп жіберіппін. Содан мынандай болып көрініп жатыр ма? Қалай көрсетсем? Так, қай жақта? Дұрыс көрсетпей жатыр. Так, міне мынандай болып шығып қалады да, кішкене жіңішке қылып тікпесек, жалпақ қылып тігуіміз керек болады. Сол үшін бірінші тіккенімізді барынша жіңішкерек қылып тіксек, сонда әдемі түседі. Мынандай болып әдемі түседі, мынандай артық шашақ болып шығып қалмайды. Соны айтайын дегем. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know them other girls won't love you like I do.
Can't afford to give up on you. Достар, наволочкаларымды тігіп бітірдім. 9 штук наволочка шықты менде. Біреулер міне ауыздары ұзынынан шықты. Ал біреулері мынандай ауыздары мынандай жанынан шығып тұр. Мінекей достар, міне осындай наволочкамыз дайын. Енді мынау кішкентайлардікі. Былай ұзыннан саламыз. Енді аузын қай жақтан ашсақ та ол разница жоқ. Міне мынаның аузы мына жағынан шықса, мынаныкін былай мына жағынан шығып тұр. Енді мен өткен видеода 7 жастық шықты деп айтқанмын. 7-ші жастығым кішкене босқа болып қалды да. Аудио. Ойнау. Босқа болып қалды да, қалған 6 жастыққа бәрін бөліп салып, сонымен 6 жастық шықты. Оның 2 мынандай үлкен жастықты ата-енеміздің үйіне апарып бердік. Қалған 4-еу өзімізге қалды. Енді 9 наволочка шықты. Бәрін. Енді бұны қазір мен жуып аламын. Қолданбастан бұрын. Мен жай сіздерге кигізіп көрсеткенімді қалай шыққаны. Бір жуып аламын. Сол достар, енді бүгінгі тіршілігіміз біздің осылай болды. Баста енді қанша метрден қанша наволочка шыққанын мен нетпеппін. Мынау өзі матаны, жаңағы мата сататын жерлерде остатка маталарды сатады өзі. Сондайларды алғанмын ғой. Остатка маталар міне. Содан бір 2 простыня. 2 простыня шықты. И 9 мында 11 наволочка. Мына екеуі жаңа ата-енемізге бергенге тіккем. Бұны соларға апарып береміз. Сол қанша метр деп есептеген жоқ. Мен сол остатка маталарды қалай шықты солай тіге салдым. Сол енді. Ал енді достар, бүгінгі тіршілігім осындай болды менің. Менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахметімді айтамын. Енді келесі видеоларда менде тақырыбым гүл туралы болады. Жаңа гүлдер алып жатырмын. Жаңа орхидеялар алдым. Солардың топырағын ауыстырып, кішкене алдын алған. Енді мен видеоларды алдын ала түсіріп қоямын да, соны монтаждау керек, жаңағы салу керек, оның бәрі уақыт. Мен уже қашан түсіріп тастағам, оны салуға кішкене уақытым болмай жатыр да. Соларды уже қашан түсіріп қойған видеолар, бірақ гүлдерім уже жаңағы цветонос шығарып, жапырақтарын шығарып өзгеріп жатыр. Солардың өзгерісі туралы айтамын. Қызықты болса, бірге болыңыздар менімен бірге. Ал енді барша көрермендерге үлкен рахметімді айтамын, алғысымды айтамын. Пікір жазып жатқан, менің каналыма тіркеліп жатқан оқырмандарға, көрермендерге үлкен алғыс, Алла разы болсын баршаларыңызға. Ал енді келесі кездескенше қош сау болыңыздар.